Баршаңызға ассалаумалейкум, қайырлы күн достар, сіздермен бірге Тәтті Тізім каналы. Достар, бүгін сіздермен бірге өте дәмі тіл үйіретін қызыл бархат тортын жасайтын боламыз. Достар, ең алдымен таза ыдысымызға 340 грамм ұнымызды саламыз. Оның үстіне разрыхлитель, сода және какаомызды қосып араластырамыз. Достар, енді таза ыдысымызға 300 мг айранымызды құйып аламыз. Үстіне 2 қасық пищевой краситель қосамыз. Және де жақсылап араластырып бір шетке алып қоямыз. Енді достар, таза ыдысымызға 3 жұмыртқа саламыз. Оның үстінен 250 грамм қант саламыз. Және үстінен 1 шымшым тұз саламыз. Енді барлығы бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Және де ол осындай әдем болып, үлпілдек болып шығу керек. Достар, енді оның үстіне 50 грамм ақмай құямыз. Және де ертілген 170 грамм сармай құямыз. Жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Және үстінен аз-аздан ұнымызды салып араластырып отырамыз. Достар, өздеріңіз көріп отырғандай, енді үстінен тамақ бояуын қосатын боламыз. Және де аз-аздан 2 бөліп араластырып қосып, және жақсылап араластыра береміз бір келкі болғанша. Достар, енді дайын болған қамырымызды 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30-35 минутқа салып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жақсылап қамырымызды асықпай жайғастырып аламыз. Енді пісіп шыққан коржыларымызды жарты сағат 1 сағатқа қалдырамыз. Енді тортымызға крем жасайтын боламыз. Ол үшін бізге таза ыдысымызға 400 грамм сливочный сыр қосамыз. Және оның үстіне сахарный пудра 130 грамм, және оның үстіне 33% сливки 450 грамм қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Достар, бізде осындай пышный крем шығу керек. Достар, енді көріп тұрғандарыңыздай дайын болған креммен тортымызды жинаймыз. Достар, мінеки тортымыз дайын болды. Енді қолда бар жемістеріңізбен осылайша үстін безеп қойсаңыздар болады. Осылайша дайын болған тортты 5-6 сағатқа холодильникке қоямыз. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылып, және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.